Қазақ даласын асқақ та жігерлі күйлермен тербеген ұлы күйші композитор Құрманғазы Сағырбайұлы 1818 жылы Бөкей хандығы, қазіргі Батыс Қазақстан облысының Жаңақала ауданына қарасты Жиделі деген жерде дүниеге келген. Шыққан тегі кіші жүз. 12 ата бай ұлынан өрбіген Сұлтан Сүйіктің қызыл құрт бұтағы. Құрманғазының 7-ші атасы Ерші деген кісі от тілді, орақ ауызды, сөз дарыған адам болыпты. Ал нағашы жұрты Беріш руы. Құрманғазының әкесі Сағырбай өнерден алыс, қақ-соқпен ісі жоқ, қарапайым шаруа адамы болатын. Ал шешесі Алқа адуынды, бір беткей, ер мінезді кісі болған. Той-томалақта күресетін палуан әйел атаныпты. Бала кезден еркек жора болып өскен Алқа келін болып түскенге дейін ойын-тойдың көркін кіргізетін. Бала Құрманғазы ұстазымен ел аралап, қара домбырасымен талай сайыстарға қатысты. Сол кездегі Бөкей ордасының атақты күйшілері Бай Жұма, Бала Майсаң, Байбақты, Соқыр Есжан, Шеркештің күйлерін үйреніп, шеберлігін шыңдай түседі. Жаратылысында батыр келбетті, жанары өткір, қой көзді, денелі Құрманғазыны ұзын шашымен қою мұрты айбындетіп тұратын. Желкесінен қыр арқасына құла түскен құлынның жалы секілді ерекше белгісі болатын. Осыны көрген жұрт оны жауды Құрманғазы деп атайтын. Құрманғазы әңгімешіл, өте зерек, өтірік пен жаланы жек көретін адам болған. 6 жасынан бастап шопан болып жұмыс істеуге мәжбүр болды. Оның музыкаға деген сүйіспеншілігі әкесіне ұнамады. Бірақ анасы Алқа баласының бұл ұмтылысын қолдады. Күйші болып қалыптасуына сол замандағы домбырашы ұзақ әсер етті. Ол жас жігіттің музыкаға деген қызығушылығын байқап, оған жарқын болашақ болжаған. Ұзақтың айтқаны орындалды. 18 жасында ауыл тұрғындары Құрманғазыны дарынды күйші ретінде танитын және оның келуін асыға күтетін. Осы кезде үйін тастап, кезбе күйші болуға бел буды. Түрлі жарыстарға қатысу арқылы өз шеберлігін едәуір арттырды. Ол Исатай Тайманов пен Махамбет Өтемісұлының басшылығымен өткен көтерілістің куәгері болды. Махамбеттің жалынды өлеңдері мен Құрманғазының керемет күйлері адамдардың жүрегін жаулап, бостандық үшін күресуге шабыт берген. Байларды ашық сынға алған үшін қудаланып, бірнеше рет түрмеге түскен. 1857 жылы оны жылқы ұрлады деген айыппен қамауға алған. Өз туындыларында 19 ғасырдың 30 жылдары Исатай Тайманұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліске ерекше назар аударған. Құрманғазы бұл көтеріліске өзінің алғашқы туындыларының бірі Кішкентай күйін арнаған. Одан кейінгі Ақпай, Ақсақ киік, Түрмеден қашқан, Адай күйлерінде ол халықтың азаттықты көксеген арманын, әділетсіздікке қарсылықты, қоғамдық мүдделердің өзара қақтығысын білдіреді. Құрманғазының ойнақы, мерекелік көңіл-күйді білдіретін би ырғағымен жазылған күйлері балбырауын әсемде бар. Құрманғазы Сағырбайұлы бірнеше рет түрмеге қамалған. Алайда халықтың азаттығы жолындағы күрескер, сазгердің рухы ешқашан түспеген. Ол Орал, Орынборда, Үркіт түрмелерінде де отырған. Қуғын-сүргін мен сергелдеңге түскен күйші халықтың тәуелсіздік пен бостандық туралы терең ой толғамын бейнелеген. Алатау және Сарыарқа күйлерін дүниеге келтірген. Аяусыз азап пен құйтырқы саясатқа бар болысымен қарсы шыққан күйшінің жарты ғұмыры айдауда өтті. Құрманғазы 6 рет абақтыға қамалып, босап шыққан. Өмірінің соңғы күндерінде тыныш өмір сүріп, өзі тұрған жерде 1889 жылы қайтыс болады. Топырақ бұйырған орны Құрманғазы төбесі аталған бұрынғы Шайтани Батагы, Ресейдің Астрахань облысы.